Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат үй жағдайында керемет жасалынатын сметаник тортымыз. Дәмі ерекше болып шығады шай ішкенге, немесе қонаққа барғанда, қонаққа ұсынғанда керемет болып дайындалатын сметаник тортымыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер мен үшін маңызды. Менің видеомды соңына шейін көрулеріңізді сұраймын. Осылай ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, жаңағы сармайымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен елеп аламыз. Онды қопшытқышты бірге елегем. Шекерімізді салып, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден қарап құрамын жасасаңыздар болады. Осылай бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап жұмсақ қылып қамыр елейтін боламыз. Ал енді пакетке салып, холодильникке 20 минут немесе 15 минут холодильникке қойып қоямыз. Ал біз оған дейін салмасын дайындап аламыз. 20% қаймақ, жұмыртқа и ванилин қосып, ванилин салып, ванилин міндетті емес салуларыңызға. Осылай жайлап араластыратын боламыз. Бейіктің көмегімен миксер қолданбаңыздар, көтерілмей қалады. Осылай бейіктің көмегімен араластырасыздар. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылай 10 секунд араластырып аламыз. Міне. Ал енді біз лисімізді жайғастырып, осылай қамырларымызды осы лиске жайғастыратын боламыз. Диаметрмен 24 қылдым. Ал осылай ішіне барлығымыз қамырды қолымыздың көмегімен жайып шығатын боламыз. Ал енді шет-шетіне осылай барлығын жайғастыратын боламыз. Құрамын бәрін мен описание бөлімінде қалдырамын. Оңай, сіздерде жасап көрулеріңізді ұсынамын. Осылай бокалдың немесе стаканның көмегімен жақсылап ортасын ұрып шығамыз, көтеріліп кетпеу үшін. Саншығыспен жан жағының бәрін шұқып алдым. Ал енді салмамызды салып, осы арада мен пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым. градуста пісіріп алатын боламыз. Керемет болып шығатын, пісіп дайын болған сметанигіміз. Осылай сіздерде жасап көрулеріңізді ұсынамын. Осылай керемет болып шығады. Ал біз бұны 2 сағат немесе 1 сағат суытып алуымыз қажет. Ал онда сметанигіміз кессек еріп кетеді барлығы. Осылай суытып алып кесеміз. Сіздермен болған перизат.